Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Шымкент қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 65-ші мектеп гимназиясы математика пәнінің мұғалімі, есімім Балтабек Тұрарбек болады. Бүгін сіздермен жиын және оның элементтері тақырыбын талдайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Жалпы жиын ұғымы математиканың негізінде жатқан жалпы ұғымдардың бірі. Әдетте жиын ретінде әртүрлі объектілердің алдын ала берілген ерекшеліктері бойынша топтастыруларын айтамыз. Кейіннен қарастыратын болса, жиын ұғымы бірнеше элементтерден құралған топты жиын ұғымы ретінде қарастыруға болады екен. Мысалы, біз әдеттегідей мектептегі кабинет алайық. Мектептегі кабинет бұл жиын ретінде қарастыратын болсақ, сол кабинеттің ішінде тұрған әрбір заттарымыз, тақталарымыз, столдарымыз, ноутбуктеріміз барлығы ол жиынның жалпы элементтері болып табылады. Соның барлық заттар, кабинеттің ішінде тұрған барлық заттар осы жиынның элементтері болып табылады екен. Әдетте жиынды латынның үлкен әріптерімен белгілейді. А жиыны, Б жиыны, С жиыны, Д жиыны, Е жиыны де осылай латынның үлкен әріптерімен белгілейді. Ал жиынның элементтерін латынның кіші әріптерімен белгілейді. Яғни А элементі, В элементі, С элементі, Д элементі, Е элементі деп. Ендеше жалпы біз жиынның бірігуі, қиылысуы, ішкі жиын, тиісті, тиісті емес деген олар таңбаларын қарастырмай қояйық. Бұл бізде әдетте жиын деген тақырып 5-ші класстан 10-ші классқа дейін бұл жиын деген тақырып мектеп сыныбында қарастырылып келе жатыр. Енді жиынға бізге керек деген ақпараттармен осы жиындарға көбінесе осы МИШ, КТЕЛ, сол сияқты ұбт тесттерінде Эйлер-Вен диаграммасы берілген есептер келеді. Осы есептерді қазір талдайтын боламыз. Бірінші жиынның жалпы түрлерімен таныс болайық. Жалпы жиындардың түрлері. Бірінші түрі бұл шектеулі жиын дейді. Шектеулі жиын. Мысалы, басымен шектеулі дегеніміз өте түсінікті. Басымен соңы болатын болса, ол шектеулі түрде қарастыруға болады. Мысалға, бір таңбалы сандар. Бір таңбалы сандар бірден басталып 9-бен аяқталады. Яғни басы бірден басталып тұр, соңы 9-бен аяқталып тұр. Не онда бұл шектеулі жиындарға жатады екен. Енді бұл мына жердегі тиісті таңба, яғни бұл таңба тиісті деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде К дегеніміз жаңа жиын. Жиынды латынның үлкен әрпімен белгілеген едік. 1, 2, 3, яғни бір таңбалы сандар К жиынына тиісті деп қарастыруға болады екен. Екінші, шектеусіз жиындар. Шектеусіз жиындарға мысалы натурал сандар жиынын қарастыруға болады. Бүтін сандар жиыны, рационал сандар жиыны. Біз қазір мысалы натурал сандар жиынын қарастырдық. Натурал сандар жиыны натуралды сандарды n деген таңбамен белгілейді. Енді бізде натурал сандар жиыны шексіз, шектеусіз, яғни шектеусіз кете береді. Бірден басталып 1, 2, 3, 4, 5 деп шексіз кете береді. Сол себепті біз шектеусіз жиынға натурал сандар жиынын қарастыруға болады екен. Яғни натурал сандар қарастыруға болады екен. Келесі үшінші жиынымыз, яғни тең жиындар дейді. Тең жиындар мысалыға мына жерде М жиынына А, В, С, Д деген элементтер тиісті екен. Ал П жиынына Б, А, С, Д деген элементтер тиісті екен. Мына жерге сәйкесінше қарайтын болсақ, М жиынының да П жиынының да элементтері бірдей болды. Яғни А, Б, С, Д немесе Б, А, С, Д элементтері бірдей, яғни сәйкес келетін болса, онда екі жиын М және П жиыны бір-біріне тең жиындар деп қарастыруға болады екен. Келесі төртінші жиынымыз, яғни бір элементті жиын. Кез келген жиынның бір ғана элементі болатын болса, енді бір элементті жиын ретінде қарастырамыз. Мысалы, бір деген сан. Бір деген сан, яғни бүтін сан немесе натурал сан немесе рационал санға жатқызуға болады. Біз қазір бір деген сан тиісті натурал санға деп алсақ. Яғни натурал санның қазір бір ғана элементі болып тұр. Сол сияқты мысалы 3 деген сан тиісті бүтін санға. Бүтін санын қандай әріппен белгілейтін едік? Бүтін санды латынның, яғни Z деген әріппен белгілейміз. 3 деген санымыз бүтін санға тиісті екен. Яғни бүтін санның бір ғана элементі болып тұр. Осылай қарастырсақ болады екен. Келесі 5-ші жиынымыз, яғни бос жиын. Біз жаңа жиын деп қарастырдық қой, мысал ретінде кабинет. Егер кабинеттің ішінде ешқандай элементтер, яғни ешқандай заттар болмайтын болса, ондай жиындарды бос жиын деп қарастыруға болады екен. Ал мынау, яғни 0 үстінен сызып қойған сызығымыз, яғни бұл бос жиынын белгілейтін
таңбамыз ғана екен. Енді әдетте осындай жиындарға ктл, миш, сол сияқты, яғни ұбт-ға айналып жатқан оқушылар бар болатын болса, Эйлер-Вен диаграммасына арналған есептер, яғни осы шеңбер арқылы шығатын есептер осы жиын тақырыбына арналған. Ендеше біз сол тестте келіп жатқан есептерді сіздермен бірге талдайық. Біздің бірінші есебіміз мәтінін оқиық бірінші. Бір аптада дүкеннен 19 адам теледидар сатып алды, 18 адам мұздатқыш сатып алды дейді. Олардың 9-ы мұздатқышта, теледидар да сатып алды. Ендеше неше адам телевизор ғана сатып алды, неше адам мұздатқыш ғана сатып алды бізге сұрақ қойған екен. Енді қараңдар, мына жерде сары түспен белгілеген, яғни біз мынау шеңберімізді бұл теледидар алғандар саны деп қояйық. Ал көк түспен белгіленген шеңберімізді мұздатқыш алған адамдар санын белгілеп алайық. Енді біз әдетте теледидар алғандардың саны бізде 19 еді, ал мұздатқыш алғандардың саны 18 еді. Ортасында екеуі қиылысып тұрған жері, қараңдар, екеуінің қиылысып тұрған жері, сіздерге сыз көрсетейін. Бұл екеуінде алғандардың саны, теледидар алғандардың саны және мұздатқышта алғандардың саны. Бізде мәтінде жазған, олардың 9-ы мұздатқышта, теледидар да сатып алды. Яғни біз ортасына 9 деген цифрды жазады екенбіз. Енді қараймыз. Жалпы бізге 19 адам теледидар сатып алды деген еді. Сол 19 адамның ішінен 9 адам теледидардан мұздатқышта сатып алған еді ғой. Главный теледидар сатып алған еді. Олай болса, 19 адамның ішінде осы 9 адам кездеседі екен. Яғни 19-дан 9 азайтатын болсақ, 10 деген сан шығады. 10 адам тек қана теледидар сатып алыпты. Сол сияқты әдеттегідей 18 адам мұздатқыш сатып алған еді. Сол 9 адам болса, екеуінде сатып алған еді. Сол 18 адамның ішінде 9 адам, яғни мұздатқыш алғандар адамдар саны еді бұл. 9 адам осы 18 адамдардың ішінде де кездеседі екен. Яғни 18-ден 9 алатын болсақ, бізге 9 деген сан шығады. Яғни бұл 9 адам тек қана мұздатқыш ғана сатып алыпты. Енді бізге міне есептің жауабын таптық. 10 адам тек қана теледидар сатып алады екен, ал 9 адам тек қана мұздатқыш сатып алады екен. Бұл бізде С варианты. Дұрыс вариант бізге С варианты болады екен. Келесі есебіміз, сыныпта жалпы 35 бала бар дейді. Олардың 20-сы вокалға, 15-і биге қатысады, ал 7 бала 2 үйірмеге де қатысады. Бұл сыныпта осы 2 үйірмеге де қатыспайтын балалар саны. Бізге сұрақты жақсылап оқиық. Бізге қатыспайтындардың саны табу керек екен. Қатыспайтын бала саны қанша дейді. Енді бізге сары түсті белгілегендердің саны, яғни вокалға баратындарды белгілеп алайық. Сары түстегі шеңбермен, ал көк түстегі шеңбермен биге баратындарды белгілеп алайық. Енді вокалға баратындардың саны 20-ға теңеді, ал биге баратындардың саны 15-ке теңеді. 7 бала 2 үйірмеге де қатысады деген. 2 үйірмеге де қатысатындардың саны ортада, 2 үйірмеге де қатысатындардың саны 7 еді. Сыныпта жалпы бізге жазып қояйық. Сыныпта 35 бала бар. 35 баланың жалпы 35 баланың ішінде бізге ешқандай үйірмеге бармайтындардың саны табу керек екен. Бармайтындардың саны табу үшін бірінші біз жалпы курсқа қанша адам барады, соларды анықтап алайық. Яғни 20-дан 7-ні азайтамыз жаңағыдай. 20-дан 7-ні азайтатын болсақ, бізге 13-ке тең болады. 15-тен 7-ні азайтатын болсақ, 8-ге тең болады. Яғни 13 адам тек қана вокалға барады, 8 адам тек қана биге барады. Ал 7 адам енді жаңағы биге де вокалға да барады. Ал 13-ке 7-ні қосақ, жалпы 20 адам шығады. 20 адам вокалға да барады деп қарастыруға болады. Немесе бұл есептің бірінші шығару жолы, яғни 20 адам вокалға барады, бұған қосамыз 15 адам биге барады. Екеуінің қосындысынан 2 үйірмеге де қатысатындардың санын азайтатын болсақ, жалпы курсқа баратындардың саны шығады екен. 20-15 қоссақ 35, 35-тен 7-ні азайтатын болсақ, бізге 28-ге тең болады екен. Яғни 28 адам міндетті түрде әйтеуір үйірмеге қатысады. Бізге қатыспайтындар санын табу үшін жаңа сыныптағы 35 оқушыдан осы 28 оқушыны азайтып тастаймыз. Сонда 7 оқушыға тең болады екен. 7 оқушы ешқандай үйірмеге қатыспайды. Бұл бізде
есепте А вариантына кездесіп тұр екен. Келесі есебіміз төмендегі диаграммада сыныптағы 30 оқушының үйірмелерге қатысуы берілген. Екі үйірмеге де қатысатын оқушылардың саны жатқан аралықты тапты. Немесе есептерді диаграммасыз да шығаруға болады. Мысалы, мына есепті диаграммасыз шығарып көрейікші. Мысалы, бізге айтқан спорт үйірмесіне қатысатындардың саны, диаграммадан қарайық. Спорт үйірмесіне қатысатындардың саны 22-ге тең екен. Ал би үйірмесіне қатысатындардың саны сәйкесінше 11 адамға тең екен. Ал үйірмелерге қатыспайтындардың саны 4 оқушыға тең екен. Жалпы біздің сыныпта 30 оқушы бар еді. Осы 30 оқушыдан жаңағы ешқандай үйірмеге қатыспайтын оқушылардың саны азайтып тастайтын болсақ, 26 оқушы қалады. 26 оқушы әдеттегідей белгілі бір курсқа, жалпы үйірмеге қатысады. Спортқа немесе биге. Енді бізге осы екі үйірмеге де қатысатындардың санын табу үшін бірінші спорт үйірмесі мен би үйірмесіне қатысатын оқушыларды бір-біріне қосамыз. Яғни 22-ге 11-ді қосатын болсақ, бізге 33-ге тең болады. Осы 33 оқушыдан жалпы курс сыныпқа бағанағыдай жалпы үйірмеге қатысатын оқушылардың санын азайтып тастайтын болсақ, бізге екі үйірмеге де қатысатындардың саны шығады екен. Яғни 33-тен 26-ны азайтатын болсақ, бізге қаншаға тең болады? 7-ге тең болады. 7-ге тең болады. Яғни 7 оқушы екі үйірмеге де қатысады екен. Бұл есептің дұрыстығын мысалы диаграммамен дәлелдесек болады. Мысалы 7 оқушы екі үйірмеге де қатысады. Екі үйірмеге қатысатындардың санын 7 деп қояйық. Сарымен белгіленген сан спорт үйірме деп қояйық. С деп қойайын. Көк шеңбермен бұл би үйірмесіне қатысатындардың саны. Спорт үйірмесіне қатысатындардың саны 22-ге тең еді. Ал би үйірмесіне қатысатындардың саны 11-ге тең еді. Жалпы курсқа баратын адамдардың саны бізге қаншаға тең еді? 26-ға тең еді. Қазір бізге диаграммадан 26 деген, яғни спорт жалпы үйірмеге қатысатындардың санын шығаруымыз керек. Яғни 22 адамнан 22 оқушыдан 7 оқушыны азайтатын болсақ, бізге 15 оқушы қалады. 15 оқушы тек қана спорттық үйірмеге қатысады екен. Сол сияқты биге қатысатын 11 оқушыдан екі үйірмеге қатысатын 7 оқушыны азайтатын болсақ, яғни 4 оқушы қалады. 4 оқушы тек қана би үйірмесіне қатысады екен. Енді осы 15-ге 7-ні оған 4-ті қосатын болсақ, 15-ге 7-ні қоссақ 22, 22-ге 4-ті қоссақ 26, яғни жалпы курсқа қатысатын адамдар саны шығады екен. Сондықтан бізге мына жерде екі үйірмеге де қатысатындардың саны тап деген, екі үйірмеге де қатысатындардың саны 7 оқушыға тең екен. Енді 7 оқушы, 7 деген сан қай аралықта кездеседі? 12 мен 16-ның ішінде ме, немесе 1 мен 4-дің ішінде ме? Біз қарайық, 17 деген сан Е вариантында екен. Е вариантында 2 мен 12 деген сандардың ішінде 7 деген санымыз кездеседі екен. Демек біздің дұрыс жауабымыз Е варианты екен. Енді келесі енді үш шеңберім немесе шамалы есептерді қиынырақ, шамалы күрделі есептерді талдайтын болсақ, шамалы болса да, енді үш шеңбермен шығатын есептеріміз. Мекеме қызметкерлерінің 24-і ағылшын дейді. Яғни мынау бірінші шеңбер ағылшын оқитындардың санын белгілеп алайық. Екінші шеңбермен неміс тілін оқитындар, үшінші шеңбермен француз тілін оқитындар. Енді ағылшын тілі оқитындардың саны 24-ке тең екен, ал неміс тілі оқитындардың саны 15-ке тең екен. Ал тек қана француз тілін оқитындардың саны 14-ке тең екен. Олардың алтауы ағылшын және неміс тілдерінде. Алтауы ағылшын және неміс, мына жерге жазамыз, екеуінің қиылысына. Ағылшын және неміс тілдерін оқитындардың саны 6 екен. Бесеуі ағылшын және француз дейді. Ағылшын және француз тілдерін оқитындардың саны 5 екен. Ал 4-еуі неміс және француз дейді. Неміс және француз тілдерін оқитындардың саны 4 екен. Ал 3-еуі де 3 тілді де біледі дейді. Яғни 3 тілді де, яғни 3-еуінің қиылысы тұрған жер мына жерде 3 тілді де оқитындардың саны 3 екен. Бізге нені тап деген? Мекемеде кез келген қызметкер қандай да бір шетел тілін біледі дейді. Мекемеде бір ғана ағылшын тілін білетін неше қызметкер екенін анықтаңыз. Тек қана ағылшын тілін білетін қызметкерлер санын табуымыз керек. Ол үшін біз әдетте крест деген әдісті пайдаланамыз. Крест деген, яғни тек қана 24
ағылшын тілі оқитындардың саны мен үш тілде оқитындардың санын белгілеп аламыз. Сол сияқты ағылшын мен неміс, яғни ағылшын тілге қатысы барлар саны, қызметкерлер саны мен ағылшын мен неміс тілін оқитындар мен ағылшын тілі француз тілі оқитындардың санын қоршап аламыз. Яғни 6 қызметкер мен 5 қызметкер ағылшын неміс және ағылшын француз тілдерін оқиды екен. Енді осы қоршап алған сандарды бір-біріне қосамыз. Яғни 24 қызметкерге 3 қызметкерді қоссақ бізге 27 қызметкер шығады. Ал 6 қызметкерге 5 қызметкерді қосатын болсақ 11 қызметкер шығады. Осы 27 деген саннан 11 қызметкерді азайтатын болсақ бізге 16 қызметкер қалады. 16 қызметкер тек қана ағылшын тілді оқитындар екен. Әдетте бізге сұрақ былай қояды. Мекемеде жалпы оқитындардың саны осынша деп дәл осы сияқты есеп беріледі. Жалпы мекемеде неше қызметкер бар екенін анықтаңыз дейді. Барлық қызметкерлер санын анықтау үшін мен сендерге мынандай бір әдісті ұсынамын. Яғни роза деген әдіс. Біз роза гүлді білеміз ғой, сыртындағы ең сыртқы бөлігі, оның ішкі бөлігі, оның ішкі бөлігі табылады. Яғни ең сыртындағы үлкен шеңбер, оның ішіндегі кіші шеңбер, ал оның ішіндегі ең кіші шеңбер деп қарастырсақ болады. Біз оны өшіріп алайық. Бізге жалпы қызметкерлер санын тап деп сұрақ қоятын болса, жалпы қызметкерлер санын қалай табамыз? Әдеттегі ағылшын, неміс, француз тілін оқитындарды қоршап аламыз. Барлығын қоршаймыз. Бұның барлығы үлкен шеңберді құрайды екен. Үлкен шеңберді. Оның ішінде ағылшын, неміс, ағылшын, француз, неміс, француз тілдері оқитындар, оның ішкі бөлігі, яғни одан кіші шеңберді құрайды екен. Ал үш тілде оқитындардың саны, үш қызметкер еді, ол ең кіші шеңберді құрайды. Енді біз жалпы қызметкерлер санын табу үшін мына әдісті үйреніп алыңдар. Бары ең үлкен сыртқы шеңбердегі барлық сандар бір-біріне қосылады. 24 қосамыз, 15 қосамыз, 14. Және де осының ішінде орналасқан, яғни екі тілді білетін қызметкерлер саны осы қызметкерлер санынан азайтылады. Яғни олардың барлығын жақшаға алып алайық. 6 қызметкер қосамыз, 5 қызметкер қосамыз, 4 қызметкер. Және де ең ортасында орналасқан үш тілді білетін қызметкерлер саны осы қызметкерлер санына қосылады. Сонда әдетте бізге барлық қызметкерлердің саны шығады. Бізге 24 қосамыз, 15 қосамыз, 14. Азайтамыз, жақшаның ішін 6-ға 5 қоссақ 11, 11-ге 4-ті қоссақ 15 шығады екен. Оған қосамыз 3-ті. Енді плюс 15 минус 15 қысқарады. 24-ке 14-ті қоссақ 38, 38-ге 3-ті қоссақ 41 шығады екен. Сонда бізде осы мекемеде 41 қызметкер жалпы тілдерді біледі екен. Сол 41 қызметкердің ішінде бізге ағылшын тілі қанша еді? 16 қызметкер тек қана ағылшын тілі біледі екен. Осыған ұқсас және де келесі есепті талдап қарайық. Мысалы 5-ші есебіміз. Қонақтардың 16-сы қымыз, 19 шұбат, 14 айран ішті. 7 қонақ қымызда шұбатта, 4 қонақ қымызда айранда ішті. 6 шұбатта айранда, ал 2 қонақ қымызда айранда шұбатта ішті. Әрбір қонақ аталған сусынның кемінде біреуін ішті. Тек қана шұбат ішкен қонақтар саны. Енді қараңдар, бізге осы диаграмманы пайдаланбай осы есепті шығарудың тәсілін үйреніп алайықшы. Жалпы бізге шұбатты тап деген. Шұбат деген сан, шұбат ішкендер қай жерде кездесіп тұр? 19 шұбат істе дейді. Және де 7 қонақ қымызда шұбатты. Мына жерде 7 қонақ қымызда шұбатты. Мына жерде шұбат деген, яғни сөйлеміміз бар екен. Және қай жерде бар тағы? 6 кісі шұбатта айранда ішті дейді. 2 қонақ қымызда айранда шұбатта ішті. Біз жаңа айттық, 2 қонақ деген мына жерде ең қақ ортасында жазылды. Яғни үшеуінің де қиылысқан жеріне. Біз жаңа айттық, тек қана шұбат ішкендер саны мен үшеуінде ішкендер санын қосамыз. Осыдан азайтамыз, жаңа екеуін ішкендер саны, қымыз бен шұбат ішкендер саны, және сәйкесінше айран мен шұбат ішкендер саны. Яғни шұбат деген сөйлеммен барлады. Яғни 7 қонақ қымыз бен шұбат ішті. Бұған қосамыз 6 қонақ шұбат пен айран ішті. Енді 19-ға 2-ні қоссақ 21-ге тең болады. 7-ге 6-ны қоссақ бізге 13-ге тең болады. 21 жаңа қонақтан 13 қонақты азайтатын болсақ 8-ге тең болады. Сонда тек қана шұбат ішкендер саны 8 екен.
келесі есебіміз бірден сұрағына қарайықшы. Тек жүзім жақсы көретін неше бала бар екенін анықтаңыз. Қазір ғана осындай есеп шығарған едік. Енді жүзім деген сөйлем барлығы кездеседі. Біз сөйлем кездесетін жаңағы сөйлемдерді астын белгілеп алайық. 5 бала жүзімді жақсы көреді. Мына жерде 5 бала жүзімді жақсы көреді. 4-еуі алманы өрік жақсы көреді. Бізге керек емес. 3 бала алма мен жүзімді. Бізге 3 бала керек екен. 3 бала алма мен жүзімді жақсы көреді. Ал 2 бала өрік пен жүзімді жақсы көреді. Ішінде біреуі ғана алма, өрік және жүзімнің барлығын жақсы көреді. Біреуі дейді. Тек жүзімді жақсы көретін неше бала бар екенін анықтаңыз. Енді бұл жерде тек қана жүзімді жақсы көретіндердің саны 5-еуі. Оған қосамыз, үшеуіне жақсы көретіндердің саны жүзімді де, алманы да және өрікті жақсы көретіндердің санын қосамыз, яғни 1-ді. Одан яғни азайтамыз, яғни алма мен жүзімді жақсы көретіндер саны және де жүзім мен өрік жақсы көретіндер саны. Бұл жерде 3 бала алма мен жүзім дейді, яғни 3-ге қосамыз, 2 бала өрік пен жүзімді. Енді 5-ке қоса 6, 3-ке 2-ні қоссақ 5 екен. Сәйкесінше 6-тан 5-ті азайтсақ 1-ге тең болады. Сонда бір ғана бала тек қана жүзімді жақсы көреді екен. Жалпы Ейлер Вен диаграммасы берілген есептер осымен аяқталды. Осыған ұқсас есептер алдағы уақытта сіздермен талданатын болады. Немесе сабақтың соңында мен әдеттегідей оқушыларға кішігірім бір мотивашка айтып кететін едім. Сендерге де осындай бір мотивация ұсынамын. Енді қараңдар, кривая завоевания по Эббингаузу дейді. Яғни знания, сохраненные в памяти дейді. Бізде жалпы есте сақтау қабілетіміз әрбір оқушының есте сақтау қабілеті әртүрлі болып кездеседі. Бір оқушыларда есте сақтау қабілеті өте мықты, зерек, яғни дарынды оқушы болып келеді. Ал кейбіреулер бірден қазір өткен сабағын шамалы бір жарты сағаттан кейін немесе 1 сағаттан кейін немесе 1 күннен кейін ұмытып қалып жатады. Сол ұмытпайтын сендерге кішігірім бір мынандай бір сондай ұзақ уақытқа естеріңе сақталып қалатындай мынандай бір әдісті ұсынамын. Қараңдар, мен сендерге қазір жалпы сол жиындарға арналған Ейлер диаграммасы есептерін талдадым. Осы есептер сендер жалпы қазір сабақты бірінші рет көріп алдыңдар да, сендер егер сабақ түсінген болсаңдар, сендердің миларыңда бұл қазір сабақ 100%-ке тұр деп елестейді. Қазір сендердің миларыңда 100%-ке сақталып тұр. Бізге жаңа Эббингаузу ғалым айтады, егер жаңағы оқушының немесе кез келген адамның есте сақтау қабілеті шамалы нашарлау болатын болса, онда ол 19 минут өткеннен кейін есте сақтау қабілеті жаңағы 100%-ке сақталып тұрған информация 19 минуттан кейін 60%-ке 60% болып қалады дейді. Сол сияқты 63 минут өткеннен кейін, яғни 1 сағат өткеннен кейін миында примерно 45%-те қалады дейді. Сол сияқты 1 күн өткеннен кейін миында 35%-те қалады дейді. Енді осыны ұмытылмайтындай қылып есте сақтау үшін осы өткен тақырыпты бірнеше рет қайталап тұру керек екен. Яғни сен егер көп оқушы айтады, менің тақырып онлайн түрде өткен кезде немесе жаңағы сабақты офлайн түрде өткен кезде де сабақты түсіндім дейді, бірақ үйге барғанымда жаңағы есімнен шығып қала береді дейді. Сонымен оқушыларға осындай әдісті үйретемін да. Қазір сендер білім алдыңдар. Шамалы уақыт өткеннен кейін осы білімді қайттан қайталаңдар. Осы видеоны мен өзімнің YouTube каналыма саламын. Сол YouTube каналдан қайталап көріп алсаңдар болады. Bir saat өткеннен кейін. Арада тағы да 1 saat өткеннен кейін 3-ші рет қайталап алсаңдар болады. Одан кейін 1 күн өткеннен кейін тағы да 4-ші рет қайталап алсаңдар болады. Мысалы, қараңдар, сендердің есіктерінің алдарына андай бір газон өсіп, яғни шөп өсіп тұр дейік. Сол газоннан біз көк көмек өсіп тұрған газоннан бірінші рет өтетін болсақ, біз ол газонда бірден біздің ізіміз қалмайды. Екінші рет өтетін болсақ та біздің ізіміз қалмайды. Егер біз 3-ші рет, 4-ші рет, 5-ші рет, 6-ші рет өтетін болса, сол жаңа газонда біздің кішігірім жолақ, яғни кішігірім бір жол, шөптердің барлығы, газондардың барлығы тапталып, кішігірім жолақ пайда болады. Сол сияқты адамның есте сақтау қабілеті де сол сияқты. Сенің бірінші рет алған білімің есіңде бірден сақталып қалмайды ол.
сен бір рет қайталайсың, 2 рет қайталайсың, түсінбесең 3-ші рет, 4-ші рет қайталайсың. Сонда жаңағы газондағы тапталып пайда болған жолақ сияқты сенің миыңда да сондай бір осы информация пайда болады. Элервен диаграммасы. Элервен диаграммасы бізге тұрар ағай мынандай әдістермен өткен болатын, роза әдісімен немесе крес әдісімен өткен болатын деп сенің естеріңде солай сақталады. Сол үшін осы информацияны жақсылап тұрып есте сақтап алыңдар. Мынау Эббингауздың есте сақтау графигін мысалы Google браузерінен өздеріңе сол жерден қарап, өздеріңе скачать етіп, осы бойынша жұмыс жасасаңдар болады. Осымен құрметті оқушылар, бүгінгі біздің жиын тақырыбына жалпы элервен диаграммасына шығарған есебіміз осымен аяқталды.